Сәлем баршаңызға. Бүгін мен мынау атроскаларды егетін боламын топыраққа. Өткенде тамырлаған атроска. Қазір көрсетейін. Тамырлары бәрі жақсы. Естеріңізде болса, осы видео түсіргем, стресске түскен салафанға орап қойғалы. Қазір тамырлар дамығаннан кейін уже ешқандай стресстің салафанның қажет жоқ. Өзім еге беремін. Мына бәрінің тамыры жақсы. Қазір тамырларымен көрсетіп егемін. Егу үшін агровальт топырағын алып алдым. Оған перлит араластырдым, кішкене мөлшерде уголь араластырдым. Мына қазір агровальтты көбірек қосайын деп тұрмын. Себебі агровальт гүлдің тамыр шірімеуіне жақсы. Бұрындары мен универсал топыраққа егетінмін. Сол кезде жаңағы бір 10 атроска ексем, 5 атроскам, 3 атроскам шіріп кететін, тамырлары шіріп, универсал дымқылдықты ұзақ ұстайды ғой. Кішкентай тамырды су көп құйылғаннан тез шіріп жіберетін. Ал мынау агровальт топырағы жаңағы өте жеңіл, бойында дымқылдықты ұстамайды, төмен ағып кететін болғандықтан жаңағы агровальтқа еккенім дұрыс болып жүр. Ал енді жаңағы тамырлаған атроскаларды егетін боламын. Мынау тамырлап тұр. Бұларға мысалға үлкен стакан таңдамаймыз. Мына үлкен стакан таңдасақ, мына тамыр кішкентай, гүл кішкентай, ішіне түсіп, мына жерде көп дымқылдықты игере алмайды. Сондықтан мен бұл гүлге үлкен стакан таңдамаймын. Бұл гүлге арналған мынандай кішкентай стакан асты тесілген. Міндетті түрде тесеміз, себебі артық су қалып, тамыр шіртпей астыға ағып кету үшін. Міне осындай өзіне сай стакан таңдап алдым. Бір қасық толтырмай агровальт салып аламын. Кішкене жаңағы майдарақ жерінен салдым. Міне гүлді орнаттым. Енді егіп қойдым. Қазір су қаратын боламын. Қазір бірінші егіп алайын. Ал екінші мына крафтофилм гүлін атроскасын егейін деп жатырмын. Мынау стаканның астына дренаж салсаңыздар да болады. Дренаж ретінде керамзит пайдалансаңыздар да болады. Мынандай керамзит. Бұл бірақ қыстың күні гүлдерге күн салқында тамырына атроскалардың мұздай болады. Сондықтан мен пенопласт көбіне қолданамын атроскаларға, себебі пенопласт жылы болады. Ешқандай зиян жоқ гүлдерге. Астынан су ағып кетуіне жақсы, бұл гүлдердің тамырын шіртпейді. Бұл да үлкен стакан болғаннан кейін бір кішкене салып алдым. Бір жарым қасықтай гүлді орнатып, тереңірек түсіріп, ортасына дәлме-дәл орнатамын. Саусақпен ұстап тұрып, бір 2-3 қасықтай саламын. Агровальтқа еккеннен кейін міндетті түрде суғарып қойған жақсы гүлдер, себебі ешқандай тамыр шіртпейді бұл агровальт. Сенімді егіледі. Содан кейін тамырлары жақсы тез дамып шығады. Уже 2-3 күнде мына тамырлар көрініп бастайды. Алда ол жайлы да көрсетемін. Мынау атросканы өткенде егіп қойған болатын. Қазір шөлдеп қапты, соны суғарамын. Эпиция гүлін, қызыл гүлді. Ал енді мынау малачай гүлін. Малачай гүлінің тамыры кішкентай, өте нәзік. Сондықтан мынандай стаканға екпейміз, ішіне түсіп кетеді. Қараңыздар, қателік жібермеңіздер осындай. Міне мынандай өзіне сай стакан жоқ емес бар, бірақ кішкентай стаканға егілу керек, өзі кішкентай болғандықтан.
дренаж салсаңыздар да болады, салмай десеңіздер де болады. Себебі топырақ жеңіл болса, агробайт болса, оны дренажды қажет емес. Бір екі салып жіберсеңіздер де зиян жоқ. Байқасаңыздар, гүлдің өзіне сәйкес стакан. Уақытша осы стаканға егемін. Сәл өскеннен кейін сәл үлкендегі стаканға ауыстырып, горшокқа ауыстырып алуға болады. Бірақ бірден атросканы үлкен стаканға екпейміз. Осы қателікті жібермеңіздер. Жаңағы мен парақшамда астында қарасаңыздар, қай гүлді қалай кесіп, қалай тамырлатып, қалай жаңағы егіп жүрмін, бәрін көрсетіп жүрміз. Ашық сол жайлы көріп, үйдегі жаңағы артық атроскаларыңызды тамырлатсаңыздар болады. Тамырлатып, ары қарай сатсаңыздар да болады. Қазір не көп, WhatsApp группа бар, Instagram бар, YouTube бар. Салып сатсаңыздар болады. Жаңағы гүл бизнесін бастайым дейтіндер бар ғой, сол алдымен үйдегі атроскаларыңызды егіп бастап осылай видеодан көріп, сосын жаңағы ары қарай қолдарыңыз үйреніп, жаңағы еге алатын болғаннан кейін уже голландский гүлдерді де алып, бөлетін бөліп, егетін егіп сатсаңыздар да болады. Адамның істеген адам істейді бәрі. Егер неден бастайым деп жүрсеңіздер, осы атроскадан бастасаңыздар болады. Қолдарыңыз үйреніп, уже клиенттеріңіз жиналып, сондай болған кезде уже голландский гүлдерден де әкеп сата берсеңіздер болады. Ондайға да сұраныс бар. Көбіне бірақ голландский гүлдер жаңағы сыйлыққа сондайға алынады. Оның үстіне қазір енді көбіне женский счастье, доллар гүлдері келеді ғой. Мужское счастье, ол гүлдер көбісінде бар, уже халықтың көбісінде бар, ол гүлдерге тойған уже аглонемалар. Сосын осындай бір ерекше осындай гүлдерден алып, көп дүкен Голландиядан келмейтін осындай гүлдерден алып, осылай атроска жасап сатсаңыздар да болады. Қалай тамырлататын білмесеңіздер, YouTube бар, парақшамда бәрі тұр. Осылай тамырын орнататын боламын. Мынаның тамыры негізі кішірек болып тұр әлі. Сәл ертелеу болып тұр. Ана екіншісінің тамыры жақсы, мынаның сәл ертелеу болып тұр. Енді еккеннен кейін бір атала еге берейін деп отырмын. Негізі бір-екі апта суда тұрса да болар еді. Ештеңе етпейді. Бұл топырақта да тамырлай беретін гүлдердің қатарынан болғандықтан ол еш уайымдамаймын. Неліктен жаңа стакан үлкен болмау керек, себебі мынау стаканға, үлкен стаканға топырақ көп салынады да, мынау кішкентай гүлдің тамыры егер алмай шіртіп жібереді. Сол үшін тамыры жақсы. Пенопласт пайдаланам. Пенопласты жаңағы гүлдерге осындай дренаж ретінде пайдалансаңыздар болады. Шарик түрлері бар ғой, шарик түрлерін жаңағы топыраққа араластырып ексеңіздер де болады. Оның еш зияны жоқ. Өзім тәжірибеммен өткізіп егіп жүргенмін. Тамыры жақсы. Өткенде екі жапырағын тастады. Кейде суға түскенде тастайды, кейде топыраққа егілгенде тастайды. Осындай псевдоренторум деген гүлі өзі бір жапырақ тастағыш гүл. Гүл ашады. Фиолетовый майда гүл ашады. Менде ала түрі де бар, осы түрі де бар. Тез өсетін гүлдердің қатарынан бұл. Ал енді қазір атроскаларымды еккен суғарып қоятын болам. Біраз атроска егіп қойдым. Ал мынау өткенде осылай бір горшокқа 3
атроска еккен болатын, микс қылып, яғни эпипремнумның Enjoy деген түрі Marble Apple, соны қазір тамырын көрейік, ашып мен жеке стаканға ексем ба деп отырмын. Себебі жаңағы неон деген сортын бір кісі стакандағы егілген сортын алам дегеннен кейін бөлген болатын, өткенде сонымен микс болмай екі-ақ түрі болып қалды. Қараңыздар, жаңағы Marble Apple деген сорты тамыры былай қарай кетіпті да, ал мына Enjoy'дың тамыры былай қарай кетіпті. Міне екеуінде тамыры бар, жақсы. Оны жеке стаканға егетін боламын. Қазір мен алдына микс қылып еккен болатын, үш түсін. Сосын сары неон деген сортын бір клиентім қоймай, менде басқа сорты бар, сол жоқ еді, беріңізші лимонный түсін деп қоймай алып кеткеннен кейін осыны сол атросканы шығарып егіп берген болатын. Енді қалған екеуін қазір екеуі микс болмай қалды, себебі екеуі де ала тұр ғой. Сондықтан екеуін қазір жекелеп стаканға егіп қоятын боламын. Ол үшін маған қажетті мынандай жаңағы стакан, әкелген дренажым таусылып қапты. Дренаж салмасаңыздар да болады, егер топырақ жеңіл болса. Гүлімізді орнатамыз. Өте жақсы тамырлаған, өте жақсы өсіп келеді, себебі жаңағы тамыры жақсы болса, жоғары қарай жақсы жапырақ шығарады. Мынау жаңа шығарған жапырағы, мынау да жаңа шығарып атқан жапырағы. 2-3 жапырақпен ба кесілген бұл негізі. Жақсы өсіп жатыр. Міне, осылай егіп қоясыздар. Егер топырақ дымқыл болса, кейде суармасаңыздар да болады. Оған мысалға стаканда. Қазір стакан алып келіп, дренаж алып келіп егу керек болып тұр. Қазірше қоя тұрайын, сіздерге мынаны түсінікті етіп айтып өтейін. Мынау пересадка жасалғаннан кейін атроскалар, жаңа байқасаңыздар, құрғақ, өте жеңіл агробальтқа ектім. Сол су құйып шығамын қазір аз-аздан. Шылқытып, бірден бәріне шылқытып су құймаймыз. Мұны аз-аздан жайден сіңіріп тұрамыз. Сіңіріп бойына ішіп алғаннан кейін, астыға қарай дымқыл ағып ішіп алғаннан кейін, қайтадан кішкенеден суғарып тұрамыз. Бірден суғармаймыз. Бұл бірден су іше алмайды. Міне байқасаңыздар, мынау өткенде егілген атроска шөлдеп қапты. Мұнда бір суғарып қойын деп тұрмын. Қараңыздар, сразу астына барып ақты. Астынан осылай ағу керек. Артық су ағатындай болу керек. Дренаж салсаңыз, топырағыңыз жеңіл болса, астынан ақпаса, уже бойында тұрып қалса, уже гүліңіз шіріп кетеді. Сондықтан астынан ағатын болу керек. Міне бірден астына ағып тұр. Мынау аз-аздан бәріне жекелеп құйып шығамын. Қазір бір 5-10 минут өткеннен кейін тағы да қайталап құйып шығамын. Себебі ол бір су ішкеннен шөл қанып іше алмайды. Сосын жапырақтарымыз кетіп қалады. Сол үшін аз-аздан жаймен суғарып отырамыз. Сосын антистресс шашсаңыздар да болады, эпин шашсаңыздар да, болмаса жаңағы не бар үйде қолдарыңызда, сондай болмай жатса аспирин жас таблеткасын 1 литрға езіп жіберіп құйсаңыздар да болады. Аз-аздан суғарып қоямыз. Парақшама жазылып алыңыздар. Комментарияда сұрақтарыңыз болса сұрап отырыңыздар. Бәріне жауап беремін. Жаңағы еңбегімді бағалап, лайк басып, достарыңызға таратып отырсаңыздар да болады. Осындай гүлмен, атроскамен айланысатын жаңағы таныстарыңызға немесе гүлді жақсы көретін аналарыңызға жіберіп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.